Армысыздар YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері. Сәлем достар. Бүгінгі біздің қонағымыз біз мектебіміздің директоры Шабажанова Салтанат Қалиасқарқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыңдар ма? Сіздің осы біз мектебіміздің басшысы болып келгеніңізге 1 жыл болды. Осы 1 жылдың ішінде қандай өзгерістер болды деп ойлайсыз? Ерасыл Мадина, сұрақтарыңа үлкен рахмет. Ең алдымен барлық біздің мынау YouTube арнасындағы көрермендерімізді, тыңдармандарымызды келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз жаңғыратын уақыт, жаңғыратын уақыт, өз-өзіңе есеп беретін уақыт, күн мен түннің теңелетін уақыты. Сондықтан да кез келген адам осы жаңа жылдан жақсылық күтеді. Өткен жылға қорытынды жасайды. Сол себепті де бүгін мені студияға шақырып, мынау өткен жылды қорытындылап, өз бағаңызды беріңіз, қандай мәселелер шешілді, қандай мәселелер шешілген жоқ, осы туралы кеңірек айтып беріңізші деп шақырғандарыңа көп рахмет. Әрине, өткен жыл жалпы әлем үшін адамзат тарихындағы ең бір күрделі жыл болды деп айтып кетуіміз керек. Бірақ қандай қиын жыл болса да, күрделі жыл болса да, біздің мектебіміз үшін, жалпы қазақ руханияты үшін ерекше жыл болды. Ең басында айтатыны 175 жылдық мерейтойға, ұлы атамыздың мерейтойына байланысты біздің мектеп өзінің тарихында жаңа мәртебе алды. Біз дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия болып қайтадан құрылдық. Екіншіден, біз Павлодар облысындағы білім саласындағы ең үздік білім беру ұйымы атандық. Бұл біздің мектептің тарихындағы бір елеулі сәт деп айтуға болады. Бұл бір нәтижелі белес деп айтуға болады. Себебі біздің ұзақ жылғы жұмысымыздың қорытындысы жасалып, нәтижесі көрсетілді. Соның нәтижесінде біз Павлодар облысы әкімінің 34 миллиондық грантын ұтып алдық. Тағы бір айтатын үлкен сәт, өте қуанышты сәт. Біздің 44 жыл, 45 жыл бойы армандаған акт залын біз салып, бізге қолданысқа берілді. Бұл акт залы қанша бас шауысып, қанша әкімдердің алдында көтерілген мәселе болатын. 2018 жылы осы акт залының жобалық сметалық құжаттары жасалып, былтырғы жылы Абай атамыздың жәнегі мерейтойы аясында осы құрылыс 10 ақпанда басталып, 10 қыркүйекте толығымен осы қысқа уақыт арасында 800 шаршы метрді құраған жаңа 180 орындық акт залы қолданысқа берілді. Яғни бұл үлкен күрмеуі шешілмей келе жатқан көптеген мәселелердің нүктесін қойды деп айтуға болады. Келесі бір айтулы оқиға, мектепке күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалды. Бұған мемлекет тарапынан 200 миллионнан астам қаржы құйылып, Павлодар облысында бастау алған жаңа заманауи мектеп жобасына кіріп, со 7 мектептің қатарында біздің мектебіміз үлкен өзгерістерді бастан өткерді деп айтуға болады. Мектептің іші сырты толық жаңарып, біздің оқушыларды жаңа келбетте, жаңа мазмұнда, жаңа формада қарсы алып жатыр. Келесі бір айтатынымыз, біздің мектебіміз қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мұғалімдердің ресурстық орталығы болып табылатын болады. Өткен жылдан бастап біз енді қазақ тілі мен әдебиеті бойынша тәжірибелерді тарататын боламыз оқытудың. Келесі тағы бір жағымды ерекше жаңалық біздің педагогтар тарапынан. Ол Серік Балықбайұлы Төлегенов деген мұғаліміміз жылдың үздік педагогі атанып, білім және ғылым министрінің арнайы төсбелгісімен марапатталды. Сондай-ақ біздің математика пәнінің мұғалімі Қалампыр Тәуеліні Омарова Павлодар облысына білім
саласына қосқан үлесі үшін төс белгісімен марапатталып, облыс әкімінің арнайы грантына ие болды. Көріп отырсаңыздар, жыл өте нәтижелі өтіп жатыр. Сонымен қатар біздің 10-шы сынып оқушысы, болашақ алтын белгіге үміткер біздің қызымыз Кенжебаева Айжан бір емес 4 халықаралық математикалық олимпиадаға қатысып, 4-еуінде, 3-еуінде қола медаль, бір олимпиадада күміс медальді иеленді. Міне біздің жылдар бойы жасап жатқан, үлкен ұжымның жылдар бойы жасап жатқан жұмысының нәтижесі міне биылғы наурызда осындай қорытындылар жасауға мүмкіндік беріп отыр. Келесі сұрақ, ол заманауи мектеп аясында мектебіміз өте қатты өзгерістерге ұшырады. Осы жолда қандай қиындықтар кездесті? Кез келген жұмыс ол қиындықтар мен қызықтардан, үлкен тәжірибе мектебінен тұрады. Бұл жөндеу жұмыстары оңайлықпен өткен жоқ. Оны өткен жылдағы ең алдымен мынау алапат індетпен байланыстырсақ болады. Яғни жұмыс қолы, жұмыс күші біз ойлағандай болған жоқ, яғни адамдардың көпшілігі осы уақыт кезеңінің аралығында ауырып жатты. Тіпті сол уақыт соған байланысты жұмысты созып та жіберген кәсіпкерлер болды. Әрине, біз мектеп басшысы ең алдымен біздің мамандығымыз ол мұғалім. Біз құрылыстың қыр-сырын құрылысшыдай жетік білмейміз. Сондықтан да көп дүниені біз өзгеруге, игеруге, үйренуге тура келді. Бұл жұмыстардың бәрін еңсеруге әрине үлкен ұжым, мектеп әкімшілігі, ата-аналар тарапынан үлкен қолдау, қамқоршылық кеңесі, содан кейін өздерің сияқты балалардың армандары мен мақсаттары, тілеулері бізге үлкен қамқор болды, қолдау болды деп есептеймін. Сонымен қатар, биыл осы біздің облысымызда өткен 7 мектеп заманауи мектеппен жасақталған. Сол мектептің басшылары бір-бірлерімізбен ақылдасып отырдық. Бірімізде бар дүниемізді көрсетіп, солардың тәжірибесін үйрене отырып, жинақтай отырып, бірімізде барымызды көріп, жоғымызды жасақтап, жасап деген сияқты. Соның нәтижесінде осындай нәтижеге қол жеткіздік. Әрине, кез келген жұмыс оңайлықпен келмейді. Оны барлығымыз түсіну керек. Ол қаншама ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер, демалыссыз уақыттар, бірақ біздің алдымызда бір ғана үлкен мақсат болды. Біз білдік, бұл жөндеу жұмыстары да аяқталады, соңғы нүктесі қойылады. Содан кейін біз бұны көрген түстей ұмытамыз қиындықтың бәрін. Сол себепті де біз мақсатымызға жету жолында ешқандай қиындықтарға қарамадық. Ең алдымен осы жөндеу жұмыстары кезінде бізге облыс әкімі үлкен қолдау көрсетті. Бірнеше рет біздің мектебімізге келіп, осы кәсіпкерлермен жеке-жеке сөйлесіп, оларға нақты міндеттемелер қойып, талаптарды күшейтіп, жәнегі туындаған мәселелерді шешуге мұрындық болып отырды. Екіншіден, біздің Павлодар облысының білім басқармасының басшысы Дінислам Болатханұлы үлкен қолдау мен көмек көрсетті. Яғни ол кісі бізге қай жерде қалай, неге назар аудару керек, біздің қаперімізге қалып жатқан дүниелерге назар аудартып, көрсетіп, соның нәтижесінде осындай жұмыстар атқарылды. Және мен айтып өттім ғой, сонымен қатар әсіресе ата-аналарға, қамқоршылық кеңесінің мүшелеріне ерекше айтқым келеді. Жұмыстың барысын бақылау, нәтижесін қабылдап алу, осы бағытта ата-аналар тарапынан үлкен, кәдімгі құрылысшы мамандар тарапынан үлкен қолдау болды. Соның нәтижесінде бүгінгі мына әдемі жарқыраған мектепте оқып жатырмыз, жұмыс істеп жатырмыз. Болашақтағы мақсатыңыз қандай? Енді жаңа айтқандай сыртқы форманың бәрін түзедік, енді ішкі мазмұнды түзетуіміз керек. Ішкі мазмұнды күшейтуіміз керек. Себебі біздің мектептің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін ол ішкі мазмұн. Ішкі мазмұн деген ол білім мен тәрбие. Бір
ағаштың егіз екі бұтағындай білім мен тәрбиені бөліп қарастыруға болмайды. Екеуін бірлікте қарастыруымыз керек. Біздің балаларымыз 4-ші сыныптан кейін, 6-ші сыныптан кейін басқа зияткерлік мектептерге кетпеу керек. Ол үшін біздің ішкі мазмұнымыз соны қамтамасыз етіп отыру керек. Біз ешкімге кетпеңдер деп айта алмаймыз. Ешкімді тоқтата алмаймыз. Біз тек қана өзіміздің ішкі мазмұнымызбен қызықтырамыз. Біз жақын арада осы қаңтардың аяғында әрбір сынып жетекшісі мына жерде өзінің сыныбы туралы үлкен таныстырылым жасады. Сыныбында әр оқушының қандай білім дәрежесі, оның қызығушылығы, оның бейімі, оның хоббиі деген нәрселер. Сонда бір мен байқағаным, таң қалған мені оқиға, біздің балалардың басым көпшілігі гитарада ойнайды екен. Мен мысалға ешқашанда білген жоқ. Домбырада ойнайтын білетін, бірақ гитарада басым көпшілігі гитарада ойнайды деген мені таң қалдырды. Сондай-ақ біздің балалардың басым көпшілігі сурет салады екен. Біздің балалардың басым көпшілігі кітап оқумен айналысады екен. Әсіресе әлем әдебиетін қызықтырады екен, орыс әдебиеті қызықтырады екен. Сонда біздің балалардың рухани даму деңгейі, яғни жақсы дәрежеде екенін көрсетіп берді. Біз енді осы талдаманы жасағаннан кейін біз ары қарай балаларды дамытудың жоспарларын жасап, қазір осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Ол үшін бірнеше жобаларды қолға алдық. Оның бірі өздерің білетін дарынды балалар жобасы, өздерің білетін сиқырлы шеберхана, мынау сіздер жүргізіп отырған мен таңдаған мамандық айдары, сонымен қатар бірге дайындайық, My First Lab деген балалардың өзі үйде тәжірибе жасайды да, оны YouTube каналымызға салып, өзінің тәжірибесін насихаттайтын, сондай жәнегі ұлттық нақыш деген, ұлт нақышы деген жәнегі жобамыз бар. Яғни ұлттық зергерлік немесе қолөнер бұйымдарын жасап, соны насихаттайды. Яғни осындай түрлі жаңалықтарымыз бар. Бір ғана нәтижесін айтқым келеді. Біздің жақында технология пәнінің мұғалімі облысымызда бастау алған Көрпе фест деген фестивальға қатысқан. Соның нәтижесінде облыстағы 9 деген үздік көрпе жасаушы технологтардың, шеберлердің қатарына кірді. Біздің Назгүл Баймулдина деген мұғаліміміз, үлкен нәтиже. Яғни технология пәнінің мұғалімі жай ғана сабақты жүргізіп қоймай, өзінің кәсіби тұрғыда дамытып отыр. Соның нәтижесінде жәнегі облысымыздағы үздік 9 шебердің санатына кіріп отыр. Ол біз үшін үлкен мәртебе. Енді болашақта осы қосымша ақылы сабақтарды жүргізуді жоспарлап отырмыз. Қазір ол пәнге жазылып жатқан балалардың саны өте көп. Өйткені қыз бала, болашақ ана, болашақ келін, сондықтан дұрыс ұлттық тәрбие алу үшін, өзінің шеберлігін шыңдау үшін осындай сабақтар керек деп ойлаймын, өткізу керек деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз, сіз жақсы мен жаманды ажырата аласыз ба? Өте күрделі сұрақ екен. Жалпы жақсы деген немене, жаман деген немене? Кейбіреулер жақсыны жаман дейтін адамдар бар, жаманды жақсы дейтін адамдар бар. Сондықтан бұл өте бір күрделі сұрақ екен. Дегенмен де өмір көрген тәжірибеміз бар. Ақты қараныдан ажырата аламыз. Жуанды жіңішкеден ажырата аламыз. Биікті аласадан ажырата аламыз. Бірақ жаманнан жақсыны ажырату деген өте қиын. Дегенмен де біздің жұмысымызда жақсы мен жаманды ажыратып ұстау керек болады. Бірақ кейде жаманнан да жақсы адам жасауға болады. Жақсыдан да жаман адам жасауға болады. Менің өзім өмірлік тәжірибем соны көрсетіп берді. Жаман дей берсек, барлығы жаман болады. Жақсы дей берсек, ол да жақсы болады. Сондықтан бұл сұраққа мен осылай жауап берер едім. Біздің мектебіміздің басқа мектептерге қарағанда қандай айырмашылығы мен өзгешелігі бар?
Өте жақсы сұрақ екен. Жалпы әрине ең алдымен Абай мектебі ол 90 жылға жуық тарихы бар. Бұл байырғы қазақ мектебі. Сондықтан қандай дүрбелеңдер мен дауылдарды сынбаған мектеп. Өзінің ұлттық болмысын сақтап қалған мектеп. Бұл мектепте үлкен қазақтың рухы бар. Бұл мектепті мен басқа мектеппен салыстырып қарай алмаймын. Оған қақым да жоқ. Себебі бұл қазақтың небір зиялы ұлдары мен қыздары шыққан мектеп. Бұл мектепке сондықтан да шығар ата-аналардың барлығы балаларын жетелеп әкеп осы мектепке беріп жатады. Тіпті қазақша білмейтін баласын да әкеп беріп жатады. Неге? Себебі бұл мектепте ұлттық рух бар. Ұлт дәстүрі бар бұл жерде. Бұл жерде ұлттық мінез бар. Сондықтан да бұл мектепті жұмыс істеу тек қана бақыт емес, абырой емес, ол жауапкершілік. Басқа мектептермен мен тіпті салыстырып айта алмаймын. 90 жылда қаншама тағдыр осы жерде соның тамыры қалыптасты. Қаншама ұстаздың еңбегі осы жерде қаланды. Қаншама дүние жасалды. Оның бәрін жоққа шығаруға болмайды. Ол керемет дүниелер. Соның арқасында бүгінгі біз абыроймен атаққа жетіп отырмыз. Бұл бізге дейінгілердің жасап кеткен үлкен еңбегінің нәтижесі екенін білуіміз керек. Оны бағалауымыз керек. Көзіміздің қарашығындай ұстауымыз керек. Оған деген біздің қарым-қатынасымыз ерекше болу керек. Сондықтан бұл мектепке келген балалардың барлығының құлағына құямыз. Сендер қазақсыңдар, қазақ мектебінде оқисыңдар, қазақша сөйлеңдер деп. Сол себепті де бұл мектеп ерекше. Балалардың өз мектебінде өзін еркін ұстанатындай не істеу керек деп ойлайсыз? Ең алдымен балалардың жалпы барлық жағдайын жасау керек деп ойлаймын. Балаларды қорқытып, үркітіп, қысым жасап, қабақпен тәрбиелеп, олай қажет емес деп есептеймін. Ол біздің заманымызда солай болды. Қазіргі заман басқа, уақыт басқа. Сондықтан қазіргі балаларға мүлдем басқандай әдіспен тәсіл керек тәрбиелеу үшін, қарым-қатынас жасау үшін. Балаларды қазір керісінше болайын деген баланың белін буда арқасынан қақ дейді ғой, сол сияқты балалардың қазір барлығы болайын деп тұр. Тек оның белін буып, арқасынан қағып жетелеу керек біздің балаларды. Балалардың жәнегі біз айғайлап, ұрсып, қорқытып ұстағаннан кейін біздің балаларымыз жалтақ, өз-өзіне сенімсіз, қорқақ болып өсуі мүмкін. Ол кез келген мектептің оқушы болсын, тіпті ол өзіңіздің отбасыңыздағы бала болсын, сондықтан да балаға көп еркіндік беру керек. Балаға еркіндік беру керек. Бірақ еркіндік деген ол мүлдем шектен шыққан еркіндік емес. Оның бір шегі бар. Ол бала түсіну керек еркіндіктің бағасын, еркіндіктің құнын, еркіндіктің мүмкіндіктерін. Сондықтан да қазір мен айттым ғой жаңа ғана, мектептің кітапханасы. Ол тек қана кітапханашы келген кезде кіретін ғана орын болмау керек. Бала өзіне ыңғайлы жұмыс істеймін дей ме, мектептің кітапханасының кілтін астыдан вахтадан алып, ат жөнін жазып, мектепке кіріп, еркін отырып кітапханада өзінің жұмысын жасау керек. Мысалға біз қазір мектептің киім шешетін бөлмесі бар, гардероб деп айтамыз. Бізде қазір гардеробшы апайымыз жоқ. Біз оны биыл әдейі алмадық. Себебі неге? Біздің балаларды үйретуіміз керек. Яғни ол жерде киімді тастайсап қойып кететін емес, киімді іліп, дұрыстап мұқият қойып, ешкімнің затына ешкім тиіспеу керек.
Яғни балаларды әділдікке, тазалыққа, ұқыптылыққа үйретуіміз керек. Әрине, бұл жолда бізде қиындықтар өте көп. Мен айтпаймын, бұл мәселе бүгінде шешіліп кетті деп. Бірақ түбінде біз оны үйретеміз балаларды. Балалар оған үйренеді. Біз әзірше менің затым жоғалды, менің ақшам ұрланды деген мәселе айтып жатқан ешкім жоқ. Мен соған қуанамын. Яғни біздің балалар ол жағынан таза. Біз балаларды осылай үйретуіміз керек. Кез келген оқу кабинетін балалар мұғалімнің рұқсатынсыз астынан кілт алып, фамилиясын жазып пайдалана алады. Тек өзінің жұмыс орнын сосын жинап, ұқыптап, тазалап кетсе болды. Басқа ештеңе. Яғни балаларда еркіндік болу керек. Бірақ өкінішке орай, жәнегідей алып, шашып тастап, сөйтіп кілтті де тапсырмай кетіп қалатын балалар да бар, өкінішке орай. Енді он саусақ бірдей емес қой. Сондықтан да, бірақ түптің түбінде біз балаларды үйретеміз. Балалар біздің жақсы тәрбиеленген, білімді, зерек, зерделі балалар, ұғымтал балалар, оның бәрін алып кетеді деп ойлаймыз. Балаларды өзгерту үшін ең алдымен өзіміз өзгеруіміз керек. Есіктің есігін жаппайынша, жаңа есіктің есігі ешқашан ашылмайды. Себебі сен ол есікті жауып, келесін ашуың керек. Сондықтан да жаңа есікті ашу үшін оған өзіміздің дайындығымыз күшті болу керек. Бұл бағытта мен тек мұғалімдерді, оқушыларды емес, мен өзімді де күнде қамшылаймын, тәрбиелеймін, оқимын, үйренемін. Тоқталған кезде, адам тоқтаған кезде, онда адамның яғни рухани дамуы тоқталады, өледі деген сөз. Сондықтан адам тоқталмау керек. Қорытындылай келсек, біздің студиямызға келгеніңіз үшін көптен көп алғыс білдіреміз. Және жеке шын жүректен жас ұрпаққа осындай үлкен мүмкіндік бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Және сізді келе жатқан мерекеңізбен және біздің көрермендерімізді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қош, аман, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.